Ұйғырлармен біздің жауымыз бір болғанмен күрес жолымыз бір емес. Ұйғырлардың құшағына кіріп кеткен Сайрагүл Сауытбайды ашық түрде ұлт сатқаны деп біз жарияладық. Неге? Ол қазақтың ежелгі ата қонысы Іле Алтай Тарбағатайды сол ұйғырларға бере салды. Солар ұйғырлар құрған Черқи Түркістан республикасының жаңа ондай республикадан олар бір босқын өкіметінен бір 40-50 құрып қойып, соның біреуінің Сайрагүл Сауытбай орынбасар төрағасы болып алып. Мен айттым, сенің қай әкеңнің құны бар Іле Алтай Тарбағатайды ұйғырлар құратын Черқи Түркістан республикасына беретін? Ол жерді ешқандай қазақ қол қойып, ұйғырлармен бірігіп мемлекет құрамыз деуге қақысы жоқ. Ол жерді қазақ түптің түбінде алу керек. Ол жерде ұйғырдың ешқандай қақысы жоқ. Алланың алдында ұйғырдың қақысы жоқ. Ұйғыр өз жеріне ие болсын. Қашқарына, Қотан, Ақсу, Күшарына ие болсын. Іле Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжы, Баркөл, Мори, Ақсайға дейін ол қазақтың жері. Ерен Қабырға тауынан Тәңіртау, Тарбағатай тау, Алтай тауына дейін үш таудың ортасындағы екі ойпат біздің жеріміз. Ұйғырлардың жері ана Ерен Қабырға тауының солтүстігінен ана Такламаканның құмының айналасындағы ауыл қыстақтары солардікі.